Кейде жаныңды түсінер адамды таппай, жер бетінде жападан жалғыз қалғандай күй кешесің. Неге біреудің бағы жанып, енді біреуге жылап жүру ғана жазылған деп қынжыласың. Бірақ тағдырға өзіңнің бақытты болуға лайықты жан екеніңді қалай дәлелдейсің? Қалай өмірдегі қиындықтарды жеңіп, қуанышқа бөленуге болады? Ол мүмкін нәрсе емес пе? Өйткені кез келген адамның бақытты болуға хақысы бар. Тек оған апарар жол әркімде әртүрлі. Жамал мен Рысбек Исабековтардың отасқандарына 10 жыл болды. Рысбекпен кездескен сәтте Жамал 2 балалы жесір әйел еді. Рысбек әйелдің ғана жүрегін жаулап қойған жоқ. Оның 2 баласы Әмір мен Әнуарды да бауырына басты. Екі ұлдың әкесінің орнына әке болып, Жамалдың көңілінен шықты. Жамал осы уақытқа дейін жарсыз өмір сүру қиын болғанын енді түсінгендей болды. Уақыт өтті, балалар да ер жетті. Әмір мектепті бітірген соң басқа қалаға барып, медициналық университетке түсті. Әнуар жоғарғы оқу орнына түсу үшін қызу дайындық үстінде. Себебі мектептің соңғы сыныбы ең маңызды кезең. Жамал балаларының саналы азамат, некесінің берік болғанын мақтан тұтатын. Рысбек екеуі өмірдің ыстығы мен суығын бірге көтеріп, қиын соқпақтарынан өтті. Бірақ үйіп отырған отбасында бір шикілік бар еді. Балам, сен ба? Апа, дәмді бірдеңе бар ма? Нан мен май жағып жей тұршы. Мен саған қазір жұмыртқа қуырып берейін. Ал Рысбек көкем қайда? Ол жаңа жүрген еді ғой. Жуынып жатқан болар мүмкін. Жуынып жатқан? Иә. Жарайды, онда мен кете берейін. Қайда, жұмыртқаны жеп кетсейші енді? Кешіп қаламын. Жарты сағатың бар ғой. Туй, үстеді ғой енді бұл да. Білмедім. Маған солай көрінді ме? Әлде шынымен Ануар Рысбекпен бірге отырып ас ішкісі келмеді ме? Әдетте ол мұндай қылық көрсеткен емес. Ал енді қашып кеткендей болды. Сабақтың басталуына біраз уақыт бар. Шынымды айтсам, балалар өскен сайын оларды түсіну де қиын. Мүмкін бұлай ойлағаным дұрыс болмас. Соңғы оқу жылы ғой. Дайындықтары да көп шығар. Біздің жүгірмек қайда? Ол кешкем деп шығып кетті ғой қай. Кешкем. Аш жүрем десе өзі білсе. Онысы дұрыс болмады. Таңғы асын ішкен жоқ қой. Қазіргі жастардың бәрі осылай асқазандарын құртады. Ол да солардың бірі ғой, уайымдама. Болмады әрине. Жамал үй шаруасымен айналысып кетті. Үй жинап, өз көңілін өзі басатын. Біраз уақыт өткен соң Жамалға шешесі Күліхан апай телефон соқты. Апа, қалайсың? Жақсымын. Ертеңмен жүрегім ауырып еді. Қазір тәуірмін. Дәріңді ішіп жүрсің бе? Иә, іштім. Мезгілмен ішпесең, дәрігер көмектеспейді деді ғой. Уақытында ішіп жүр. Мен уақытында ішемін. Өзің не бітіріп жатырсың? Үй жинап жатырмын. Екеуміз базарға барып келейікші. Азық-түлік алсам ба деп ем. Сосын өзіңмен әңгімелесейін деп едім. Жарайды. Мен де үйде отырып, жалғып кеттім. Онда сол жерде кездесейік. Жақсы, қазір келем. Екі әйел базарға барды. Жамал таңертең мазалаған ойын ұмытып та кетті. Бірақ базардан қайтып келе жатып, Күліхан апай қызына маңызды бір әңгімені бастады. Нені айтасың? Кеше Әнуар келіп маған өкпесін айтып кетті. Қатты қиналып жүргенін, тезірек мектеп бітірсе Астанаға кеткісі келетінін айтты. Не? Түсінбедім. Ондай әңгіме болған емес? Сен осы жайлы өзімен сөйлестің бе? Әрине сөйлескен жоқсың. Ол тура осылай деп айтты. Түсінбедім. Алматыда да университеттер толып жатыр ғой. Оның басқа қалаға кетем дегенін бірінші рет естіп тұрмын. Әрине ол сенің сүйікті Рысбегіңнің кесірінен. Оның қатысы қанша? Қатысы бар, мен білем. Апа, қанша жыл өтсе де өз айтқанынан қайтпайды екенсің. Сеніңше Рысбек
топан судан басқаның бәріне кінәлі болғаны ма? Жоқ, мұнда бір шикілік бар. Менің жүрегім солай дейді. Жарайды. Мен Ануармен сөйлесіп, мән-жайдың бәрін анықтаймын. Керегі сол болса. Сөйлес. Жамал күйеуге тигелі мені тыңдауды қойды. Ал менің айтқаным қашан да тура келеді. Ал ол болса менің сөздеріме сенбей жүр. Бірақ Әнуардың Рысбекпен бір шаңырақтың астында тұрғысы келмейтінін мен білемін. А Жамал болса осының бәрін көрсе де көрмегендей кейіп танытқаны мені қатты алаңдатады. Үйіне қайтып келе жатып, Әнуардың көлікжай сыртында балалармен тұрғанын көріп қалды. Жамал баласын шақырғысы келді. Бірақ жастардың не жайлы айтып тұрғандарын естіген әйел не істерін білмей қалды. Сонымен көңіл көтеру үшін әрқайсысын бір қыздан еріп шығасыңдар ғой. Мен тағынан әкелейін. Сенікі тез ақ екен. Сосын бөліп аласың дейді. Ең негізгісі ішімдік болады ғой. Сол үшін шығар. Артын ары. Қазір, Папа, аңдып тұрған не болды? Достарым алдында масқара болып қалдым ғой. Аңдып тұрған жоқ па? Аңдығандай болдың. Солай болып қалды. Ештеңе етпейді. Ішімдік туралы әңгімелер не, а? Мен де жай. Сен әлі кәмелетке толған жоқсың. Ішімдік деген не сұмдық, а? Сабақтан ең көңіл көтергенде тұрған не бар? Ішімдік дейді ғой. Ол қайдағы ішімдік? Жай пиво ғой. Анам осы болмайтын нәрсеге уайымдайды. Онсыз да бір тесттен кейін екінші тест. Әбден шаршадым. Қазіргі жастардың өздерін ерте ересекпіз деп сезінетінін түсінемін. Сөйтсе де, мен олардың ішімдік ішетіндеріне қарсымын. Ануарға да соны айтамын. Бірақ Ануар мені тыңдағысы келмейді. Қобалжығаным соншалықты. Ануар, сенің үйден кетем деген ойың рас па? Деп сұрау есімнен де шығып кетіпті. Жамал мен Әнуар үйге бірге келді. Жамал әңгімені неден бастарын білмей ұзақ ойланды. Шешесі ұлынан мектепті аяқтаған соң оның қайда, неліктен кеткісі келетіндігін білгісі келген еді. Тағы да аңдуға келдің ба? Ануар, болды енді. Сен іздеген себебім басқа жағдай туралы сөйлесейін дегенім. Не туралы? Сен мектепті бітірген соң үйден кетпекшісің бе? Оны саған кім айтып жүр? Апам бүгін басында әбден қатырды. Сен Рысбектің кесірінен мектепті бітірген соң Астанаға кетеді деді ғой. Жоқ, ешқайда кетпеймін. Осы әже қашанда қосып жібереді. Университетке түсу жолын ойнап жүрмін. Қалай болса да өзім шешуім керек. Мүмкін ер жеткен шығар. Солай болар. Кететін болсам саған айтушы едім ғой. Жарайды, балам. Келесі күні Жамал кір жууға кірісті. Әнуардың кір киім кешегін алайын деп баласының арқа қоржынына көзі түсті. Баласының күнделігін бір жыл бойы қарамағаны Жамалдың есіне түсті. Күнделіктің бір бетін ашып қалып таң қалды. Бұл не өзі? Ануар, мына бағаларың не өзі? Енді мен заттарымды ақтаратын боласың ба? Ертең қалталарымды бір сүгініші. Ануар, сен қалай сөйлейсің өзі? Мен сенен екілердің туралы сұрап тұрмын. Мұғалім қырсығып алды. Қырсығып алды дегенің не? Неге маған айтпайсың? Апа, өзім реттеймін. Не бар, екі ағай қалды ғой. Ол үшін уайымдамай қой. Емтиханды ойдағыдай тапсырам. Ануар, бұлай болмайды. Мен мұғаліммен мүмкін өзім сөйлесермін. Қарлығаш апайың емес пе қырсығып алған? Жоқ. Неге? Ата-анам келетінде бірінші сынып оқушысы емеспін. Екілерді алдым, өзім реттеймін. Ануар қашанда жақсы бала еді. Соншама төмен бағалар алғанына мен таң қалдым. Бәрін өзім реттеймін десе де, менің көңілім жай таппады. Егер Қарлығашпен бұл жайында сөйлессем, Ануар тағы да ренжиді ғой. Бәрін өз бетімен шешкісі келеді. Өз ісіне біреудің араласқанын қаламайды. Ол бала барлығын қалай шешер екен? Жамал күні бойы өзін өзі тынышталдыруға тырысты. Күнделіктегі нашар бағалар соншалықты мазасыздануға сылтау емес қой деп жұбатып қояды өзін. Баласымен болған түсініспеушілікті оның қазіргі өтпелі жасына байланысты деп ойлады. Кешкі асқа Рысбек те келмей қалды.
Әдетте ол кешігетін болса, алдын ала ескертуші еді. Жамал күйеуіне телефон соғып еді, ол тұтқаны көтермеді. Уайымдамашы сонша. Уайымдамасқа болмас. Бірдеңе болып қалдым екен. Кешіксе телефон соғушы еді. Оған не болады дейсің? Жоғалмас. Неге сен немқұрайды сөйлейсің? Мен оны ойлауға міндетті емеспін. Не болды саған? Сендердің ара қатынастарың жақсы еді ғой? Соңғы кезде қашқалақтайтын болдың Рысбектен. Неге түстенесің? Өтті, кетті. Болған іс болды. Ануар. Не Ануар? Сен ол туралы мен білгенімдей білсең ғой, сен де оған немқұрайды қарар едің. А? Жамал мен Рысбек Исабековтардың отасқандарына 10 жыл болды. Рысбекпен кездескен сәтте Жамал 2 балалы жесір әйел еді. Рысбек әйелдің ғана жүрегін жаулап қойған жоқ. Оның 2 баласы Әмір мен Әнуарды да бауырына басып, әке орнына әке болды. Уақыт өтті, балалар да ер жетті. Әмір мектепті бітірген соң басқа қалаға барып, медициналық университетке түсті. Ал Әнуар болса, неге екені Рысбектен қашқалақтай бастайды. Мұны Жамал байқап қалады. Анасы баласының бірдеңені жасыратынын сезсе де, оған әзірше білдіртпеуге тырысты. Баласының сыныптастарымен ішімдік алып, сауық кешін ұйымдастыру жөніндегі әңгімесін кездейсоқ естіп қалуы, күнделіктегі кілең екілер жағдайды одан сайын шиеленістіреді. Жамал болған жайдың анық-қанығын анықтаймын дегенше, Әнуар анасының Рысбекпен араздасуына себеп болатын тағы бір жай туралы білетінін айтып салды. Әнуардың сөзі мені таң қалдырды. Яғни оның бір құпиясы бар болғаны ғой. Бұл құпия жалғыз оныкі ғана емес шығар. Рысбек екеуі нені жасырып жүр сонда? Бұл бір маңызды нәрсе болуы мүмкін. Анамның маған айтқан әңгімесі де бекер емес сияқты. Ол да бірдеңені білетін болуы керек. Енді не ойларымды өзім де білмей қалдым. Сен маған жауап бер. Не айтайын деп едің сен? О, дауыстарың жарқын-жарқын шығып кетті ғой. Бұл не әңгіме? Сен туралы. Иә? Бүкіл үй төбелеріңе көтеріп, мен туралы не айтып жатсыңдар? Білмегенімді білгім келеді. Біле білсең. Айтсай. Айт. Нені айтам? Сен менен бірдеңені жасырып тұрсың. Ештеңені жасырмаймын. Ештеңені жасырмай маған айт. Біріншіден, екілерің. Екіншіден, гараждың қасындағы әңгімелерің. Үшіншіден, мына әкең туралы бірдеңені жасырып тұрсың ғой сен. Неге айтпайсың? Айт, кәнеки. Ол туралы айтатындай, ол менің әкем емес. Түсіндің ба? Ей, шешеңмен қалай сөйлесесің сен өзің? Қалай сөйлейтінді өзім білем. Көргім келмейді сендерді. Ануар, тоқташы балам. Жамал. Керек емес. Бекерден бекер ушық тұрасың. Алысқа кетіп қалсашы. Бара берсін. Сәл ашуы басылған соң келеді. Бұл емтиханын ойлап жүр ғой, емтиханын уайымдап жүр. Әнуардың маған неге тістеніп алғанын түсінбеймін. Жамалды маған қарсы қойғысы келеді. Оның нені біліп жүргенін қайдам? Мен оларды ағасы екеуін әлпештеп, аялап жүрсем, жоқ. Мен онымен көзбе-көз кездесіп, еркекше сөйлесуім керек. Анам ештеңені байқамайды. Мен де Рысбекті бұрында жақсы деп ойлаушы едім. Сосын жақынырақ тани білдім. Бірақ ол біз ойлағандай емес. Апам ол туралы айтқандары шындық. Анам ауысын бәрін айтам десем, жүрегі қарс айырылады ғой деп қорқамын. Әнуар, сен ештеңе айтпауың керексің. Енді мен сенің жағымсыз істеріңді жасырып қалуым керек па? Сен ненің жағымды, ненің жағымсыз екен қайдан білесің? Бәрін де білем, бәрін де көрдім. Енді бекерден бекер жала жатқанда не ұтасың? Одан сен не ұтасың? Шешеңнің жүрегін ауыртасың ғой, көңіліне қаяу түсіресің. Не болып? Мен барлығын естідім. Менен жасыратын қандай құпияларың бар? Біз... Шындықты қазір айтыңдар маған. Рысбек мен сауық кеше жүрмей жатыр. Бар болған сол. Иә. Сауық кешіне? Иә, рұқсат сұрайтын мен кішкентай бала емеспін. Оған сыныптағы барлық балалар бар жатыр. Онда тұрған не бар екен? Сауық кешіне барса, арақ ішеді ғой. Сауық кешіне барсын? Барсын?
Бірақ менің шартымды орындайсың. Ішімдік ішпейсің. Айттым ғой апам жіберем деп. Ішімдік ішсең, келесі жолы мүлдем ұмытасың. Сауық кешін. Уайымдамаңдар, ішімдік ішпеймін. Дұрыс, сен ішпейсің. Бірақ ана классыңдағы басқа ұл қыздар арақ ішеді ғой. Содан кейін не болады о жер? Рысбек, ашуыңды бас. Уайымға салма. Өзің айттың емес пе? Демалсын. Жарайды, көрерміз. Кішкене басын сауықтырып кесін. Апам жеп тұр ғой, көретін еш нәрсесі жоқ. Айтпақшы, біз ақша жинаймыз, маған ақша керек. Мә, ау жете ме? Жетеді. Бара ғой балам. Рахмет қайда? Рахмет. Үйде тыныштық орнағансыды. Әркім өз ісімен айналысып кетті. Ал Жамал болса, бар уақытын Әнуардың мектеп бітіру кешіне жұмсауда. Бірде Жамалдың үйіне Әнуардың сыныптасының анасы Динара қонаққа келді. Екі әйел де ата-аналар комитетінде болғандықтан мерекеге бірлесіп дайындалып жүреді. Ана сынып жетекшісі мүлде ұяттан айырылған екен. Неге? Өз жұмысын қойып, балалардың бітіру кешіне қымбат теледидар сыйлаңдар деп айтып жүр екен. Қойшы, шынымен ба? Аузының салымы бар екен өзі. Сынып жетекшісі биыл ғана келді емес па? Маржан Алпысбайқызы зейнетке кетпегенде. Қарлығаш өзінің жарты ставкасында отыратын еді ғой. Өкінішті ақ, Маржан апай сондай жақсы еді. Балаларымызға нешеме жыл жетекші болып келмеді ма? Ол жайында не айтып жүргенін білесің бе? Білмеймін. Маржан жайында ма? Айтайын. Жоқ, Қарлығаш жайында. Физрукпен көңілдес болыпты дейді. Ой, сен де қатырады екенсің. Болса бола берсін. Біздің неміз кетті. Олар да адам баласы емес пе? Оның бұрынғы жұмысынан қалай қуылғанын білесің бе? Не дейсің енді? Бұрынғы жұмысында оқушының әкесімен көңілдес болыпты дейді. Тіпті әкесімен емес, баласымен көңілдес болған екен дейді. Ой, қойшы, жұрт не демейді? Динара жақсы әйел болғанымен өсекке әуес. Қарлығаш туралы не бір өсек айтылса да, мен оны жаман адам деп айта алмаймын. Еліне айтпайды, әрқайсысына құлақ аса берсек, не болады? Жамал өсекпен басын қатырғысы келмеді. Онсыз да мектепті бітіру кеші қарсаңында бітірер шаруасы көп еді. Жамал кешкі ас басында өзінің отбасында мереке дастарханы қандай болатыны жайлы, Динара екеуі қандай фейерверктер алатындығы туралы, басқа да ұсақ түйек жөнінде әңгіме дүкен қылады. Ден басым қатып кетті. Ештеңеге үлгермей жатыр. Барлығы менің мойныма. Сен үлгермейді дегенге кім сенеді? Қойшы, сен де. Осы сенімділігін маған берсе екен. Төй, апа, сен уайымшылысың. Бір күнде өтеді де кетеді. Дұрыс жақ. О не дегенің балам ау. Өмірінде бір рет болатын кешке дайындық керек емес пе? Айтпақшы, Рысбек, сен барахолкаға барып кеш. Ана салютқа заказ берген едім. Соны алып, мына баланың мұғаліміне Қарлығашқа жеткізіп бер. Ана сумаңдаған подружкың бар емес пе, Динара? Сол апарып бере салсын да? Сол, жүрсін енді. Не қылады екен? Автобусқа соны тиеп. Такси жалдасын. Сен де бір. Сол таксиге білесің ғой өзің. Әкесінің құнын сұрайтын. Бір рет көмектессең болмай ма? Мақұл. Апарып берейін. Ей, мына балаға не болды да? Ұстайтын қырсықты ұстап қалғанда. Ай, балам. Мына үйдегі жай менің жүйкемді құртты. Үлкен ұл мектеп бітіргенде бұлай шаршамап едім. Қалай дегенмен басқа бір себеп бар сияқты. Бұл Ануардың емтиханына да, тестіне де қатысты емес. Мүмкін ол Рысбекпен тағы да ренжісіп қалып, маған айтпай жүрген болар. Не болғанын түсіне алмай қойдым. Ешқайсы дұрыстап түсіндіріп те бермейді. Келесі күні Әнуар мектепте өгей әкесін көріп қалып,
Рысбек сыныптан шығып барады екен. Ол бір нәрсеге қобалжулы сияқты. Кінәлі жандай жан-жағына жалтақтап қарай берді. Әнуар Рысбектің сыртынан көрінбейтін жерден бақылап тұрды. Ұзақ тұрдың ма осы жақта? Айтасың ау, сынып жетекшімен көп сөйлесті. Ақымақ. Не? Жоқ, ештеңе емес. Жамал баласы мен күйеу араларындағы келіспеушілік пен өкпелерін анықтап алу керек деп ойлады. Жамал кешкі дастархан басында екеуі ештеңені жасырмай сөйлескенін талап еткісі келді. Бірақ мектептен түсте келу керек болған Әнуар уақытында келмей кешікті. Жамал өзін қоярға жер таппай дал болады. Не болды? Не болушы еді? Уайымдап отырмын. Неменеге уайымдайсың? Ана бала телефонын көтермейді. Әй, жүрген шығар, мектебінде қосымша сабақта ма бір нәрседе отқаныпты? Не істеймін енді? Сен бүгін мектепке салюттарды апарған кезде көрмедің ба оны? Мен мектепке салют апаруға бардым ғой. Апардым да тастадым да жұмысқа кеттім. Мен Әнуарды аңдуға барған жоқпын ғой. Ануар бір жерге баратын болса, қашанда мені ескертуші еді. Осы соңғы кездері менен мүлдем алшықтап кеткендей. Өзгеріп кетті. Телефон көтерсе қайтер еді. Тым болмаса кешігемін деп жазып жіберсе де болады ғой. Рысбектің міз бақпай отырғаннан таң қаламын. Жамал бүйеден тие жасауға құмар. Әнуар қазір үлкен жігіт болды. Жолдастарымен қыдырғысы келеді, араласқысы келеді. Оның үстіне жасы келді. Қыздармен жүрген шығар. Мен білем, Әнуар жаман қылық жасамайды. Оның үстіне телефонның дыбысын бәсеңдетіп қойса, естімей қалған шығар. Ондай болады ғой. Трубканы скидывать етіп жатыр. Әй, не болды сонша таусылып? Ануар телефонды алмай жатыр. Мүмкін оның телефон біреу ұрлап алды ма екен? Сен ана жылмаңдаған Динараңа звондасай, соның баласымен бірге оқиды ғой. Жүргенде екеуі бірге. Дұрыс айтасың. Алло? Динара? Сәлем. Бұл Жамал ғой. Сәлем, Жамал, қалың қалай? Шынымды айтсам онша емес. Айтшы, Ислам үйде ме? Иә, не болды? Ануар әлі үйге келген жоқ. Ислам екеуі қыдырып жүр ма деп едім. Жоқ, Ислам бағана келген. Оның сабақтары 2-де біткен. Мүмкін сұрап көрерсің. Бүгін Ануарды көрді ме екен? Қазір сұраймын. Иә, көріпті. Әнуар бүгін сабақта болыпты. Сабақтың бәріне қатысып, үйіне кетті дей? Иә, ол да мүмкін. Уайымдама. Мүмкін сыныптағы басқа балалармен бір жаққа барған шығар. Жарайды, Динара. Сау бол. Айттым ғой мен саған. Сыныптастарымен жүрген шығар деп. Сен қара уайымға салынып. Осы Әнуар жауапкершіліктен жұрдай бала. Мен ештеңеде Жамал онсыздақта абыржып жүр. Шынымды айтсам, бұл баланың үлгерімі де, тәртібі де нашарлап кетті. Маған балам айтты. Әнуар сынып жетекшісімен сөзге келіп қалыпты. Олардың арасында нағыз шайқас болыпты. Мен сынып жетекшісін ақтамаймын, ол маған ұнамайды. Жамалдың әбден жүйкесі құрыды. Ол баласына бірдеңе болып қалғанын адам шошырлық не бір жағдайды көз алдына елестетіп әбден есі шықты. Сөйтіп жүргенінде Исабековтар үйінде телефон қоңырауы естілді. Алло, балам? Жамал, бұл не қылғаның? Мен саған айтып едім ғой. Апа, тұра тұршы. Сен не айтып тұрсың? Өз немеремді айтамын. Ануардың қайда екенін білесің бе? Әрине білем. Ол неге телефон көтермейді? Осы уақытқа дейін үйге келмеді ғой. Себебі ол маған келді. Не? Бәрі сенің күйеуіңнің кесірінен. Бүлдірмегені жоқ. Баланы үйден қуып шыққан. Масқара. Апа деймін.
Кім? Әнуар ма? Апам ғой. Ануар үйден кетіп қалды. Немене? Жамал мен Рысбек Исабековтардың отасқандарына 10 жыл болды. Жамал Рысбекпен кездескен сәтте 2 балалы жесір әйел еді. Рысбек 2 баланы бауырына басып, әке орнына әке болды. Талай жылдан бері үйіп отырған отбасында Жамал мен Рысбек арасында дау-жанжал шығады. Жамал баласы мен өгей әкесін татуластырудың амалын таппай басы қатады. Әнуар мен Рысбектің екеуі ғана білетін бір құпия бар екенін, оны екеуі де жасыратынын Жамал іштей сезетін. Жағдайдың шиеленіскені сонша Әнуар үйінен кетіп қалады. Жамал осының бәріне Рысбек кінәлі деп шешеді. Баланың түбіне жетті. Рысбек Жамалдың тең емес деп мен үнемі айттым. Жоқ, сүйдім, күйдім деп соның тұзағынан шыға алмай қалды. Бала азап шегіп жүр. Мен оның орнында болсам, бір еркекті балаларымның бетіне қаратпас едім. Әсіресе осындай бетсіз еркектің үй оңбаған. Не болды? Ол үйден кетіп қалды. Менің нашар ана болғаным ғой сонда. Солай болғаны ма? Қойшы енді, қойшы. Болмайтын нәрсені сонша бір түймедейді түйедей қылып. Не істеуім керек енді мен? Сабыр сақта, сабыр сақта. Жоқ, бұлай болмайды. Мен шешеме барамын. Тоқта, отыр. Түннің ортасында қаяққа бармақшысың? Қазір от алып тұрсың. Мен уайымдап отырмын оны. Қазір барасың, не болатынына дейін айтайын мен саған. Шешең саған айқайлайды. Әнуар болса бір бөлмеге кіріп алып, ес тарс ес жау болады. Неге жібермедің сол кезде? Сен жібермедің сол вечеринкаға. Соның кесірінен болып отыр осының барлығы. Енді өзің ойлаш енді. Ай, вечеринкаға барса, олар не істейді? Барғаннан кейін арақ ішеді. Арақ ішкеннен кейін түсінікті ғой ар жағым. Артынан бір қыз келіп тұрады, екі қабат болып. Сол ма саған керегі? Жамал Рысбек пен Әнуардың ара қатынасы бірден бұзылғанын түсіне алмады. Бұрынғы ұйыған отбасының кештерін өзіне ең қымбатты ер азаматтарының арасында отырып, демалатын сәттерін аңсады. Жамал амалы құрып, Динарамен ақылдаспақшы болады. Оның баласы Әнуармен жолдас болғандықтан, Жамал Әнуарға не болғанын ислам білетін шығар деп ойлады. Динара, көмектес маған. Менің басым әбден қатып бітті. Кімнен сұрарымды білмеймін. Кіммен ақылдасарымды да білмеймін. Мен исламмен сөйлесіп көрейін, білмеймін. Көмектесе ала ма, жоқ па? Сөйтсе де біліп берер. Мына түсініксіз жайттардан кейін басым әбден қатып бітті. Жынданып кететін шығармын енді. Соншалықты уайымдамаш. Бәленің бәрі сол алған жаман бағаларына қатысты шығар. Баланың бәрі ынталы бола бермейді ғой. Жоқ, ол жақсы бала. Ол ынталы да, ақылды. Сабақты да жақсы оқиды. Соңғы кездері өзгеріп кетті. Өзім түсіне алмай жүрмін. Үйден кеткелі бері апасының үйіне барып тұрады деп кім ойлапты оны? Оны қайтесің? Біраз құтырып, сабасына түскеннен кейін қайтып келеді. Қайда кетер дейсің? Жоқ, бұлай болмайды. Оны осылай қалдыра алмаймын. Өзім қатты уайымдап жүрмін. Рысбек дұрыс айтады. Сауық кештің арты жақсылыққа апармайды. Жамал жұмсақ мінезді. Мен болсам, балам үйден кетем десе, тырп еткізбес едім. Басына шығарып алды. Енді өзі қиналып жүр. Мен мұндайды түсінбеймін. Уәдедескен соң, бәрін анықтап беремін. Өзіме де қызық қой. Алло, Әнуар. Сәлем айналайын. Екеуміз кездесуіміз керек еді. Мен сенімен сөйлескім келмейді, ұқтың ба? Әнуар, кездесейікші. Тығыз маңызды шаруа бар. Мазамды алма, енді телефон соғышы болма.
Ануар! Ей, Ануар! Жамал болған жайдан шығу үшін бір амалын іздеп жүргенде Рысбек бәрін өз қолына алмақшы болды. Ол Әнуармен телефон арқылы сөйлесе алмаған соң мектепке барып сабағының аяқталуын күтті. Әнуар, тоқташы. Бұл не ойын? Қандай ойын? Түк білмегендей болмаш. Дікеңдей бермей, ересек адамдарша сөйлесейікші. Маған кіммен қалай болуын айтатын сен маған әкем емессің. Мен кеттім, бірімізге айтарымыз жоқ. Анаңмен де сөйлескің келмей ме? Ешкіммен де сөйлескім келмейді. Жалған әңгімеден шаршадым. Сені уайымдап жүр ғой. Әнуар! Не істерімді білмеймін. Бар күшіммен отбасымды сақтап, Жамалды қорғағым келеді. Бірақ Әнуар ештеңеге көнбейді. Не ойлағаны бар білмеймін. Ойына не келсе соны істейтін кішкентай бала сияқты. Жамал Динараның айтқанын електен өткізіп, жарты күн үйінде отырды. Кешкісін анасына телефон соғып, кездескісі келетінін айтты. Алло? Апа? Қал жағдайың қалай? Бәрі де жақсы, Ануар серуендеп кеткен. Апа, сенімен Ануар туралы сөйлесейін деп едім. Мүмкін екеуміз кездесіп, серуендеп қайтармыз. Жарайды. Менің де саған айтар әңгімем бар. Бірақ ол телефон арқылы айтылатын әңгіме емес. Серуендемей қояйықшы, сен өзің келші маған. Жарайды онда. Жамал тез жиналып, анасымен кездесуге асықты. Жүрегі бір жамандықты сезгендей болды. Бірақ ол ойын ысырып тастады. Қазір оның бар мақсаты баласын үйге қайтару еді. Осы әңгімені саған айтсам ба айтпасам ба деп көп ойландым. Не де болса айтайыншы. Не дегенің? Жұмбақтамай айтсаңшы енді. Анау сенің Рысбегің баланың намысына әбден тиіп бітті ғой. Оны бір жаққа демалуға жібермек түгілі, оның ісіне араласатын болды. Міне нәтижесі. Осының бәрін Ануар айтып жүр ме сізге? Жоқ, мен өзім білем, әзірге соқыр емеспін ғой. Той апа, тағы да бастадың ба? Бастадың. Анау сенің Рысбегің Әнуарды жолдастарының алдында, мұғалімінің алдында ұятқа қалдырыпты. Тоқта, мұғалім деген несі? Мен бір әңгіме естідім. Сосын? Әнуар телефон арқылы біреуге осы Рысбектің кесірінен мұғалім оның бағасын бостан-босқа төмендетіп атқаны жайлы айтты. Осы сенің күйеусімағыңның бүлдірмейтіні жоқ. Бәрі соның кесірінен. Той, не деген сұмдыға? Айттым ғой мен саған. Жамал Әнуардың келуін күтті. Басқаша оның бетін ашу мүмкін емес еді. Әнуар әжесінің үйінде оны анасы күтіп отыратынына күмәнданбады. Сондықтан ол бұл кездесуден қорыққан еді. Балам, тоқта, қашпа. Келе ғой жаным, кел. Ануар, болды жетер енді. Балам, үйге қайта қойшы. Маған осы жер ұнайды. Ол не дегенің, балам? Апаң барлығын айтты ғой. Қарлығашпен проблемаң бар ғой. Оны өзім шешемін, саған айттым ғой. Рысбектің не қатысы бар бұл жерде? Қатысы жоқ, ол туралы сөйлескім келмейді. Үйге де бармаймын. Ол не дегенің, балам? Апа, сен шынымен Рысбекті сүйесің бе? Иә. Ал онымен бақыттысың ба? Бақыттымын. Неге сұрадың сен? Мен әшейін білейін деп едім. Рысбекке бірдеме болып қалды ма? Жоқ, ештеңе болған жоқ. Үйге бармаймын, неге екенін сұрамай-ақ қой, болды, сабақ оқу керек. Мен анамды өте қатты жақсы көремін. Ол көп қиындықты басынан өткізді, көрмеген жоқ. Сондықтан ол үшін отбасынан артық ештеңе жоқ екенін түсінемін. Бірақ мен не істерімді білмеймін. Егер оған бар шындықты айтатын болсам, ол шындық оны бақытсыз етері анық. Мен анамның бақытты болғанын қалаймын. Бірақ бұдан әрі өтірік айта алмаймын. Жамал бұл жайдың шырмалып жатқанын көріп, күйеуінен бар шындықты біліп аламын деген сеніммен Рысбектің жұмысына асықты. Рысбек, бізге сөйлесіп керек. Не болды? Мен Ануармен сөйлестім. Не болып қапты енді? Ол бірдеңені жасырады менен. Соны сұрауға келдім сенен. Не болды? Кешке сөйлесуге болмай ма? Мен жұмыста отырмын ғой. Үйге барғандан кейін де жалғастырайық сол әңгімені. Жоқ, болмайды. Бұл өте маңызды. Мен шешеммен кездестім.
Бір пәлеге басым қалып десейші онда. Болды, сөзімді бөлме. Ол естіп қалыпты. Ануардың біреумен сөйлесіп жатқан. Мұғалімі Қарлығаш. Бағасын төмендетіп жатыр. Неге? Не үшін? Оны қайдан естіпті? Шешем біреумен сөйлесіп жатқанын естіп қойыпты. Құдай. Соның барлығына сені кінәлі деп отыр. Осы дау жанжалға сені араластырмай-ақ қояйыншы деп едім. Сөйтіп не болды? Ана Қарлығаш Әнуардың бағасын дұрыстаймын деп, одан ақша талап етіпті. Мен оны біліп қойдым да онымен ұрысып қалдым. Енді ол ерегісіп әдейі Әнуардың бағасын төмендетіп жүр. Не? Оның қандай хақысы бар еді? Бұл мәселені мен мұғалімдер кеңесіне шығарамын. Шағымданамын директорға. Бәрі орын-орнына келген сияқты. Рысбек мұны бұрын айтқанда осыншама уайымдамас едім. Не Ануардың өзі айтып берсе де болатын еді ғой. Өздерінше құпия сақтаған түрлері. Бұған Рысбекті де кінәлауға дұрыс емес. Ол солай тәрбиеленген. Бәрі рет-ретімен болуы тиіс. Баға үшін ақша сұрағаны әлгі мұғалімнің тіпті сұмдық қой. Ануар да әкесіне сынмен қарайды. Олай болмайды ғой. Алло. Сәлем, Динара. Сәлем. Мен бәрін исламнан білдім. Не жайында? Әнуар туралы. Мен де бәрін білем. Білесің бе? Біле тұра жайық парақтап тұрсың ба? Мен ойлағандай соншалықты ештеңе емес екен. Өздері реттейтін болды ғой. Сен де айтасың ау? Сенің күйеуің мұғаліммен көңілдес. Саған соншалықты ештеңе емес. Қалайша сонда? Не? Жамал мен Рысбек Исабековтардың отасқандарына 10 жыл болды. Жамал Рысбекпен кездескен сәтте екі балалы жесір әйел еді. Соңғы кездері ұлдар Әнуар Рысбектен қашқалақтайтын болды. Мұны Жамал байқап қалады. Баласының бірдеңені жасырып жүргенін түсінеді. Ұлы Әнуар мен өгей әкесі Рысбектің арасындағы жанжал өршіп кетеді. Кезекті бір даудан кейін Әнуар Рысбекті көргісі келмей, әжесінің үйіне кетіп қалады. Жамал Рысбектен болған жайды түсіндіріп беруін талап етеді. Күйеуі жақсы баға үшін ақша талап еткен мұғаліммен ұрысып қалғанын айтады. Рысбек бәрін өзі реттейтін болып уәде береді. Жамал енді отбасымда тыныштық орнады-ау деп отырғанда, күйеуінің Әнуардың мұғаліммен опасыздық жасағаны туралы хабар жетеді. Олай болуы мүмкін емес. Жоқ, маған ислам бәрін айтып берді. Ал оған Әнуар айтыпты. Бұл жалған емес, бұл шындық. Рысбектің олай істеуі мүмкін емес. Бұл шындық. Өзің ойлап қараш. Әнуар Рысбектен неге қашқалақтайды? Жамалдың қандай күйде екенін түсінемін. Менің күйеуім қайдағы бір мұғаліммен көзіме шөп салса, мен де солай қиналар едім ғой. Қарлығаш туралы өсек бекер болмады. Кім көрінгенге құрығын салатын болғаны ғой? Беті бүлк етпей, опасыздық жасап отыр. Бұл не деген сұмдық? Жамал ойланбастан мектепке қарай тартты. Қаншалықты қиын болса да, шындықты білу керек болды. Жамал мектептің жанындағы көлікжай сыртында жиналған балалардың арасынан өзінің баласын байқап қалды. Ол Әнуарды дауыстап шақырды. Апа, саған не болды? Жылап жатқан не? Балам, маған тек шындықты айтшы. Рысбек пен класс жетекші Қарлығаштың арасында бір нәрсе болғаны рас па? Апа, мен... Тек шындықты айт маған. Мен олардың сөйлесіп жүргенін енді ғана білгем. Сосын маған Қарлығаш апай бас салды. Ал Рысбектің өзінен сұрасам, ол байқаусызда болып қалды дейді. Соны саған айтуға батылым жетпеді. Түсіндім. Түсінікті болды. Кешірші мен, апа. Барлық шындықты білгенде Рысбекті жек көріп кеттім. Егер ол мен апама өзі айтқанда, барлығы басқаша болар еді. Білмеймін де, апама қайсысы ауыр тиер. Шындықты білгені ме, жоқ әлде білмегені ме? Енді міне барлық шындық ашылды. Ануардың мінез құлқының неге өзгеріп кеткені де белгілі болды. Қалайша мен осыны байқамағанмын.
ештеңені түсінбей жүре беріппін. Ал ұлым болса, не істерін білмей жүрген. Енді не болады? Осымен біткеніме Рысбекпен сөйлесуім керек. Кешкісін Рысбек үйіне келді. Оны Жамал мен Әнуар күтіп отыр еді. Олардың түрлеріне қарап, Жамалдың бәрінде білетінін Рысбек бірден түсінді. Оу, не көлгөсір жас бұл? Апа болды. Мен бәрін білемін. Қарлығаш екеуің аралығында болған нәрсенің барлығын білемін. Мен айтқан жоқпын оны. Не болды енді? Түсінікті. Жамал. Тыңдаш. Бұл ана өткендегі фирманы тексергеннен кейін болған оқиға еді. Мен депрессияда жүріп, үйге сол қалпымда келген жоқ. Барға барып, кішкене бір-екі стақан арақ ішкеннен кейін, сол жерде Әнуардың сынып жетекшісі Қарлығашты байқадым. Сөзден сөз сол жерде көп ішіп қойыппын. Аяғы не болғанын білмеймін. Шыным болса. Неге маған айтпайсың соның барлығын? Неге? Дұрыс. Түсінші, мен ол мәселені өзім шешкім келді. Ол маған күйем, сүйем деп жабысты. Мен оған жоқ деп қарсы болдым. Содан кейін олына Әнуарға тиісе бастады. Бағасын төмендетті. Қыр соңымнан қалмады. Мен өзімде өкінемін. Қатты өкінемін. Онымен байланысқаныма. Мен түсіндім, сенен артық маған ешкімнің керек емес екенін түсіндім. Жаным, кешірші мені. Бұл менің өмірде жіберген үлкен қателігім болды. Және бұл қателігім өміріме үлкен сабақ та болды. Тек Жамалды ғана сүйетінімді түсіндім. Өзімнің отбасымды сақтап қалу үшін бар күшімді салдым. Жанұям менің алтын қазынам екен. Сол алтын қазынамнан айырылып қала жаздаппын. Жамалдың маған қандай қымбат екенін енді білдім. Алғашқыда қанша ашуланып, жаным жараланса да, өзімнің берік жан екенімді сездім. Бірақ Рысбек екеуміздің талай жыл бірге болып, бақытты сәттеріміз көп болды емес пе? Осының бәрін қай-қайдағы біреудің бұзуына жол бермеймін. Менің отбасым, бұл менің өмірім, бар байлығым. Күйеуімді кешіруім керек. Кешіре білген дұрыс. Жамал Рысбекті кешірді. Ол мектепке барып, Әнуардың мұғаліммен кездесті. Тек осылай ғана Қарлығаштың Рысбекке қадалуын тоқтатуға болады деген сенімде еді. Егер Қарлығаш отбасын арандату әрекетін тоқтатпаса, оқушының әкесімен болған қарым-қатынасы туралы мәліметті мектеп директорына дейін жеткіземін деп қорқытты. Қарлығаш Исабековтар отбасын жайына қалдырды. Кейде өз отбасыңды қорғау үшін төтенше шара қолдануға тура келеді. Әнуар мектепті кілең беске бітіріп, жоғарғы оқу орнына түсті. Ал Рысбек болса, аңдамай басқан қадам жан ұядан айыратынын жақсы түсінген. Бе? Оны саған кім айтып жүр? Апам бүгін басында әбден қатырды.
Сен Рысбектің кесірінен мектепті бітірген соң Астанаға кетеді деді ғой. Жоқ, ешқайда кетпеймін. Осы әже қашанда қосып жібереді. Университетке түсу жолын ойнап жүрмін. Қалай болса да өзім шешуім керек. Мүмкін ер жеткен шығар. Солай болар. Кететін болсам саған айтушы едім ғой. Жарайды, балам. Келесі күні Жамал кір жууға кірісті. Әнуардың кір киім кешегін алайын деп баласының арқа қоржынына көзі түсті. Баласының күнделігін 1 жыл бойы қарамағаны Жамалдың есіне түсті. Күнделіктің бір бетін ашып қалып таң қалды. Бұл не өзі? Ануар, мына бағалар не өзі? Енді мен заттарымды ақтаратын боласың ба? Ертең қалталарымды бір сүгініші. Ануар, сен қалай сөйлейсің өзі? Мен сенен екілерің туралы сұрап тұрмын. Мұғалім қырсығып алды. Қырсығып алды дегенің не? Неге маған айтпайсың? Апа, өзім реттеймін. Не бар, 2 ағай қалды ғой. Ол үшін уайымдамай қой. Емтиханды ойдағыдай тапсырам. Ануар, бұлай болмайды. Мен мұғаліммен мүмкін өзім сөйлесермін. Қарлығаш апайың емес пе қырсығып алған? Жоқ. Неге? Ата-анам келетінде 1-ші сынып оқушысы емеспін. Екілерді алдым, өзім реттеймін. Ануар қашанда жақсы бала еді. Соншама төмен бағалар алғанына мен таң қалдым. Бәрін өзім реттеймін десе де, менің көңілім жай таппады. Егер Қарлығашпен бұл жайында сөйлессем, Ануар тағы да ренжиді ғой. Бәрін өз бетімен шешкісі келеді. Өз ісіне біреудің араласқанын қаламайды. Ол бала барлығын қалай шешер екен? Жамал күні бойы өзін өзі тынышталдыруға тырысты. Күнделіктегі нашар бағалар соншалықты мазасыздануға сылтау емес қой деп жұбатып қояды өзін. Баласымен болған түсініспеушілікті оның қазіргі өтпелі жасына байланысты деп ойлады. Кешкі асқа Рысбек те келмей қалды. Әдетте ол кешігетін болса, алдын ала ескертуші еді. Жамал күйеуіне телефон соғып еді, ол тұтқаны көтермеді. Уайымдамашы сонша. Уайымдамасқа болмас. Бірдеңе болып қалдым екен. Кешіксе телефон соғушы еді. Оған не болады дейсің? Жоғалмас. Неге сен немқұрайды сөйлейсің? Мен оны ойлауға міндетті емеспін. Не болды саған? Сендердің ара қатынастарың жақсы еді ғой? Соңғы кезде қашқалақтайтын болдың Рысбектен. Неге түстенесің? Өтті, кетті. Болған іс болды. Ануар. Не Ануар? Сен ол туралы мен білгенімдей білсең ғой, сен де оған немқұрайды қарар едің. А? Жамал мен Рысбек Исабековтардың отасқандарына 10 жыл болды. Рысбекпен кездескен сәтте Жамал 2 балалы жесір әйел еді. Рысбек әйелдің ғана жүрегін жаулап қойған жоқ. Оның 2 баласы Әмір мен Әнуарды да бауырына басып, әке орнына әке болды. Уақыт өтті, балалар да ер жетті. Әмір мектепті бітірген соң басқа қалаға барып, медициналық университетке түсті. Ал Әнуар болса, неге екені Рысбектен қашқалақтай бастайды. Мұны Жамал байқап қалады. Анасы баласының бірдеңенің жасыратынын сезсе де, оған әзірше білдіртпеуге тырысты. Баласының сыныптастарымен ішімдік алып, сауық кешін ұйымдастыру жөніндегі әңгімесін кездейсоқ естіп қалуы, күнделіктегі кілең екілер жағдайды одан сайын шиеленістіреді. Жамал болған жайдың анық-қанығын анықтаймын дегенше, Әнуар анасының Рысбекпен араздасуына себеп болатын тағы бір жай туралы білетінін айтып салды. Әнуардың сөзі мені таң қалдырды. Яғни оның бір құпиясы бар болғаны ғой. Бұл құпия жалғыз оныкі ғана емес шығар. Рысбек екеуі нені жасырып жүр сонда? Бұл бір маңызды нәрсе болуы мүмкін. Анамның маған айтқан әңгімесі де бекер емес сияқты. Ол да бірдеңені білетін болуы керек. Енді не ойларымды өзім де білмей қалдым. Сен маған жауап бер. Не айтайын деп едің сен? О, дауыстарың жарқын-жарқын шығып кетті ғой. Бұл не әңгіме? Сен туралы. Иә? Бүкіл үй төбелеріңе көтеріп, мен туралы не айтып жатсыңдар? Білмегенімді білгім келеді. Біле білсең. Айтсай. Ай. Нені айтам? Сен менен бірдеңені жасырып тұрсың. Ештеңені жасырмаймын. Ештеңені жасырмай маған айт. Біріншіден, екілерің. Екіншіден, гараждың қасындағы әңгімелерің.
Үшіншіден, мына әкем туралы бірдеңені жасырып тұрсың ғой сен. Неге айтпайсың? Айт, кәнекей. Ол туралы айтатындай, ол менің әкем емес. Түсіндің ба? Шешеңмен қалай сөйлесесің сен өзің? Қалай сөйлейтінді өзім білем. Көргім келмейді сендерді. Ануар, тоқташы балам. Жамал, керек емес. Бекерден бекер ушықтырасың. Алысқа кетіп қалсашы. Бара берсін. Сәл ашуы басылған соң келеді. Бұл емтиханын ойлап жүр ғой, емтиханын уайымдап жүр. Әнуардың маған неге тістеніп алғанын түсінбеймін. Жамалды маған қарсы қойғысы келеді. Оның нені біліп жүргенін қайдам? Мен оларды ағасы екеуін әлпештеп, аялап жүрсем, жоқ. Мен онымен көзбе-көз кездесіп, еркекше сөйлесуім керек. Анам ештеңені байқамайды. Мен де Рысбекті бұрында жақсы деп ойлаушы едім. Сосын жақынырақ тани білдім. Бірақ ол біз ойлағандай емес. Апам ол туралы айтқандары шындық. Анама осының бәрін айтам десем, жүрегі қарс айырылады ғой деп қорқамын. Әнуар, сен ештеңе айтпауың керексің. Енді мен сенің жағымсыз істеріңді жасырып қалуым керек па? Сен ненің жағымды, ненің жағымсыз екен қайдан білесің? Бәрін де білем, бәрін де көрдім. Енді бекерден бекер жала жатқанда не ұтасың? Одан сен не ұтасың? Шешеңнің жүрегін ауыртасың ғой, көңіліне қаяу түсіресің. Не бол? Мен барлығын естідім. Менен жасыратын қандай құпияларың бар? Біз... Шындықты қазір айтыңдар маған. Рысбек мен сауық кеше жүрмей жатыр. Бар болған сол. Иә. Сауық кешіне? Иә, рұқсат сұрайтын мен кішкентай бала емеспін. Оған сыныптағы барлық балалар бар жатыр. Онда тұрған не бар екен? Сауық кешіне барса, арақ ішеді ғой. Сауық кешіне барсын? Барсын? Бірақ менің шартымды орындайсың. Ішімдік ішпейсің. Айттым ғой, апам жіберем деп. Ішімдік ішсең, келесі жолы мүлдем ұмытасың сауық кешін. Уайымдамаңдар, ішімдік ішпеймін. Дұрыс, сен ішпейсің. Бірақ ана классыңдағы басқа ұл қыздар арақ ішеді ғой. Содан кейін не болады о жер? Рысбек, ашуыңды бас. Уайымға салма. Өзің айттың емес пе? Демалсын. Жарайды, көрерміз. Кішкене басын сауық тұрып кесін. Апам жеп тұр ғой, көретін еш... Басқа балалармен бір жаққа барған шығар? Жарайды, Динара. Сау бол. Айттым ғой мен саған. Сыныптастарымен жүрген шығар деп. Сен қара уайымға салынып. Осы Әнуар жауапкершіліктен жұрдай бала. Мен ештеңеде Жамал онсыздақта абыржып жүр. Шынымды айтсам, бұл баланың үлгерімі де, тәртібі де нашарлап кетті. Маған балам айтты. Әнуар сынып жетекшісімен сөзге келіп қалыпты. Олардың арасында нағыз шайқас болыпты. Мен сынып жетекшісін ақтамаймын, ол маған ұнамайды. Жамалдың әбден жүйкесі құрыды. Ол баласына бірдеңе болып қалғанын адам шошырлық не бір жағдайды көз алдына елестетіп әбден есі шықты. Сөйтіп жүргенінде Исабековтар үйінде телефон қоңырауы естілді. Алло, балам? Жамал, бұл не қылғаның? Мен саған айтып едім ғой. Апа, тұра тұршы. Сен не айтып тұрсың? Өз немеремді айтамын. Ануардың қайда екенін білесің бе? Әрине білем. Ол неге телефон көтермейді? Осы уақытқа дейін үйге келмеді ғой. Себебі ол маған келді. Не? Бәрі сенің күйеуіңнің кесірінен. Бүлдірмегені жоқ. Баланы үйден қуып шыққан. Масқара. Апа деймін. Кім? Әнуар ма? Апам ғой. Ануар үйден кетіп қалды. Немене? Жамал мен Рысбек Исабековтардың отасқандарына 10 жыл болды. Жамал Рысбекпен кездескен сәтте екі балалы жесір әйел еді. Рысбек екі баланы бауырына басып, әке орнына әке болды.
талай жылдан бері үйіп отырған отбасында Жамал мен Рысбек арасында дау-жанжал шығады. Жамал баласы мен өгей әкесін татуластырудың амалын таппай басы қатады. Әнуар мен Рысбектің екеуі ғана білетін бір құпия бар екенін, оны екеуі де жасыратынын Жамал іштей сезетін. Жағдайдың шиеленіскені сонша Әнуар үйінен кетіп қалады. Жамал осының бәріне Рысбек кінәлі деп шешеді. Баланың түбіне жетті. Рысбек Жамалдың тең емес деп мен үнемі айттым. Жоқ, сүйдім, күйдім деп соның тұзағынан шыға алмай қалды. Бала азап шегіп жүр. Мен оның орнында болсам, бірде-бір еркекті балаларымның бетіне қаратпас едім. Әсіресе осындай бетсіз еркектің үй оңбаған. Не болды? Ол үйден кетіп қалды. Менің нашар ана болғаным ғой сонда. Солай болғаны ма? Қойшы енді, қойшы. Болмайтын нәрсені сонша бір түймедейді түйедей қылып. Не істеуім керек енді мен? Сабыр сақта, сабыр сақта. Жоқ, бұлай болмайды. Мен шешеме барамын. Тоқта, отыр. Түннің ортасында қаяққа бармақшысың? Қазір от алып тұрсың. Мен уайымдап отырмын оны. Қазір барасың, не болатынына дейін айтайын мен саған. Шешең саған айқайлайды. Әнуар болса бір бөлмеге кіріп алып, ес тарс етіп жауып алады. Неге жібермедің сол кезде? Сен жібермедің сол вечеринкаға. Соның кесірінен болып отыр осының барлығы. Енді өзің ойлашы енді. Ай, вечеринкаға барса, олар не істейді? Барғанда кейін арақ ішеді. Арақ ішкеннен кейін түсінікті ғой ар жағым. Артынан бір қыз келіп тұрады екі қабат болып. Сол ма саған керегі? Жамал Рысбек пен Әнуардың ара қатынасы бірден бұзылғанын түсіне алмады. Бұрынғы ұйыған отбасының кештерін өзіне ең қымбатты ер азаматтарының арасында отырып дем алатын сәттерін аңсады. Жамал амалы құрып, Динарамен ақылдаспақшы болады. Оның баласы Әнуармен жолдас болғандықтан, Жамал Әнуарға не болғанын ислам білетін шығар деп ойлады. Динара, көмектес маған. Менің басым әрден қатып бітті. Кімнен сұрарымды білмеймін. Кіммен ақылдасарымды да білмеймін. Мен исламмен сөйлесіп көрейін, білмеймін. Көмектесе ала ма, жоқ па? Сөйтсе де біліп берер. Мына түсініксіз жайттардан кейін басым әбден қатып бітті. Жынданып кететін шығармын енді. Соншалықты уайымдамаш. Бәленің бәрі сол алған жаман бағаларына қатысты шығар. Баланың бәрі ынталы бола бермейді ғой? Жоқ, ол жақсы бала. Ол ынталы да, ақылды. Сабақты да жақсы оқиды. Соңғы кездері өзгеріп кетті. Өзім түсіне алмай жүрмін. Үйден кеткелі бері апасының үйіне барып тұрады деп кім ойлапты оны? Оны қайтесің? Біраз құтырып, сабасына түскеннен кейін қайтып келеді. Қайда кетер дейсің? Жоқ, бұлай болмайды. Оны осылай қалдыра алмаймын. Өзін қатты уайымдап жүрмін. Рысбек дұрыс айтады. Сауық кештің арты жақсылыққа апармайды. Жамал жұмсақ мінезді. Мен болсам, балам үйден кетем десе, тырп еткізбес едім. Басына шығарып алды, енді өзі қиналып жүр. Мен мұндайды түсінбеймін. Уәдедескен соң, бәрін анықтап беремін. Өзіме де қызық қой. Алло, Әнуар. Сәлем айналайын. Екеуміз кездесуіміз керек еді. Мен сенімен сөйлескім келмейді, ұқтың ба? Әнуар, кездесейікші. Тығыз маңызды шаруа бар. Мазамды алма, енді телефон соғышы болма. Әнуар! Ей, Әнуар! Жамал болған жайдан шығу үшін бір амалын іздеп жүргенде, Рысбек бәрін өз қолына алмақшы болды. Ол Әнуармен телефон арқылы сөйлесе алмаған соң, мектепке барып, сабағының аяқталуын күтті. Әнуар, тоқташы. Бұл не ойын? Қандай ойын? Түк білмегендей болмаш. Дікеңдей бермей,
ересек адамдарша сөйлесейікші. Маған кім мен қалай болуын айтатын, сен маған әкем емессің. Мен кеттім, бірімізге айтарымыз жоқ. Анаңмен де сөйлескің келмей ме? Ешкіммен де сөйлескім келмейді. Жалған әңгімеден шаршадым. Сен уайымдап жүр ғой. Әнуар! Не істерімді білмеймін. Бар күшіммен отбасымды сақтап, Жамалды қорғағым келеді. Бірақ Әнуар ештеңеге көнбейді. Не ойлағаны бар білмеймін. Ойына не келсе соны істейтін кішкентай бала сияқты. Жамал Динараның айтқанын електен өткізіп, жарты күн үйінде отырды. Кешкісін анасына телефон соғып, кездескісі келетінін айтты. Нәрсесі жоқ. Айтпақшы, біз ақша жинаймыз, маған ақша керек. Мә, ау жете ме? Жетеді. Бара ғой балам. Рахмет қайда? Рахмет. Үйде тыныштық орнағансыды. Әркім өз ісімен айналысып кетті. Ал Жамал болса, бар уақытын Әнуардың мектеп бітіру кешіне жұмсауда. Бірде Жамалдың үйіне Әнуардың сыныптасының анасы Динара қонаққа келді. Екі әйел де ата-аналар комитетінде болғандықтан мерекеге бірлесіп дайындалып жүреді. Ана сынып жетекшісі мүлде ұяттан айырылған екен. Неге? Өз жұмысын қойып, балалардың бітіру кешіне қымбат теледидар сыйлаңдар деп айтып жүр екен. Қойшы, шынымен ба? Аузының салымы бар екен өзі. Сынып жетекшісі биыл ғана келді емес па? Маржан Алпысбайқызы зейнетке кетпегенде Қарлығаш өзінің жарты ставкасында отыратын еді ғой. Өкінішті ақ, Маржан апай сондай жақсы еді. Балаларымызға нешеме жыл жетекші болып келмеді ме? Ол жайында не айтып жүргенін білесің бе? Білмеймін. Маржан жайында ма? Жоқ, Қарлығаш жайында. Физрукпен көңілдес болыпты дейді. Ой, сен де қатырады екенсің. Болса бола берсін. Біздің неміз кетті. Олар да адам баласы емес пе? Оның бұрынғы жұмысынан қалай қуылғанын білесің бе? Не дейсің енді? Бұрынғы жұмысында оқушының әкесімен көңілдес болыпты дейді. Тіпті әкесімен емес, баласымен көңілдес болған екен дейді. Ой, қойшы, жұрт не демейді? Динара жақсы әйел болғанымен өсекке әуес. Қарлығаш туралы не бір өсек айтылса да, мен оны жаман адам деп айта алмаймын. Еліне айтпайды, әрқайсысына құлақ аса берсек, не болады? Жамал өсекпен басын қатырғысы келмеді. Онсыз да мектепті бітіру кеші қарсаңында бітірер шаруасы көп еді. Жамал кешкі ас басында өзінің отбасында мереке дастарханы қандай болатыны жайлы, Динара екеуі қандай фейерверктер алатындығы туралы, басқа да ұсақ түйек жөнінде әңгіме дүкен қылады. Ден басым қатып кетті. Ештеңеге үлгермей жатырмын. Барлығы менің мойныма. Сен үлгермейді дегенге кім сенеді? Қойшы, сен де. Осы сенімділігін маған берсе екен. Төй, апа, сен уайымшылсың. Бір күнде өтеді кетеді. Дұрыс жақ. О не дегенің балам ау. Өмірінде бір рет болатын кешке дайындық керек емес пе? Айтпақшы, Рысбек, сен барахолкаға барып кеш. Ана салютқа заказ берген едім. Соны алып, мына баланың мұғаліміне Қарлығашқа жеткізіп бер. Ана сумаңдаған подружкың бар емес пе, Динара? Сол апарып бере салсынды? Сол, жүрсін енді. Не қылады екен? Автобусқа соны тиеп. Такси жалдасын. Сен де бір. Сол таксиге білесің ғой өзің? Әкесінің құнын сұрайтын. Бір рет көмектессең болмай ма? Мақұл. Апарып берейін. Ей, мына балаға не болды да? Ұстайтын қырсықты ұстап қалғанда. Ай, балам. Мына үйдегі жай менің жүйкемді құртты. Үлкен ұл мектеп бітіргенде бұлай шаршамап едім. Қалай дегенмен басқа бір себеп бар сияқты. Бұл Ануардың емтиханына да, тестіне де қатысты емес. Мүмкін ол Рысбекпен тағы да ренжісіп қалып, маған айтпай жүрген болар. Не болғанын түсіне алмай-ақ қойдым.
ешқайсысы дұрыстап түсіндіріп те бермейді. Келесі күні Әнуар мектепте өгей әкесін көріп қалды. Рысбек сыныптан шығып барады екен. Ол бір нәрсеге қобалжулы сияқты. Кінәлі жандай жан-жағына жалтақтап қарай берді. Әнуар Рысбектің сыртынан көрінбейтін жерден бақылап тұрды. Ұзақ тұрдың ма осы жақта? Айтасың ау, сынып жетекшімен көп сөйлесті. Ақымақ. Не? Жоқ, ештеңе емес. Жамал баласы мен күйеу араларындағы келіспеушілік пен өкпелерін анықтап алу керек деп ойлады. Жамал кешкі дастархан басында екеуі ештеңені жасырмай сөйлескенін талап еткісі келді. Бірақ мектептен түсте келу керек болған Әнуар уақытында келмей кешікті. Жамал өзін қоярға жер таппай дал болады. Не болды? Не болушы еді? Уайымдап отырмын. Неменеге уайымдайсың? Ана бала телефонын көтермейді. Әй, жүрген шығар, мектебінде қосымша сабақтама бір нәрседе отқанды да. Не істеймін енді? Сен бүгін мектепке салюттарды апарған кезде көрмедің ба оны? Мен мектепке салют апаруға бардым ғой. Апардым да тастадым да жұмысқа кеттім. Мен Әнуарды аңдуға барған жоқпын ғой. Ануар бір жерге баратын болса, қашанда мені ескертуші еді. Осы соңғы кездері менен мүлдем алшықтап кеткендей, өзгеріп кетті. Телефон көтерсе қайтер еді. Тым болмаса кешігемін деп жазып жіберсе де болады ғой. Рысбектің міз бақпай отырғаннан таң қаламын. Жамал бүйеден түйе жасауға құмар. Әнуар қазір үлкен жігіт болды. Жолдастарымен қыдырғысы келеді, араласқысы келеді. Оның үстіне жасы келді. Қыздармен жүрген шығар. Мен білем, Әнуар жаман қылық жасамайды. Оның үстіне телефонның дыбысын бәсеңдетіп қойса, естімей қалған шығар. Ондай болады ғой. Трубканы скидывать етіп жатыр. Әй, не болды сонша таусылып? Ануар телефонды алмай жатыр. Мүмкін оның телефон біреу ұрлап алды ма екен? Сен ана жылмаңдаған Динараңа звондасай, соның баласымен бірге оқиды ғой. Жүргенде екеуі бірге. Дұрыс айтасың. Алло? Динара? Сәлем. Бұл Жамал ғой. Сәлем, Жамал. Қалың қалай? Шынымды айтсам онша емес. Айтшы, Ислам үйде ме? Иә, не болды? Ануар әлі үйге келген жоқ. Ислам екеуі қыдырып жүр ма деп едім. Жоқ, Ислам бағана келген. Оның сабақтары 2-де біткен. Мүмкін сұрап көрерсің. Бүгін Ануарды көрдім екен. Қазір сұраймын. Иә, көріпті. Әнуар бүгін сабақта болыпты. Сабақтың бәріне қатысып, үйіне кетті дей? Иә, ол да мүмкін. Уайымдама. Мүмкін сыныпта. Кейде жаныңды түсінер адамды таппай, жер бетінде жападан жалғыз қалғандай күй кешесің. Неге біреудің бағы жанып, енді біреуге жылап жүру ғана жазылған деп қынжыласың. Бірақ тағдырға өзіңнің бақытты болуға лайықты жан екеніңді қалай дәлелдейсің? Қалай өмірдегі қиындықтарды жеңіп, қуанышқа бөленуге болады? Ол мүмкін нәрсе емес пе? Өйткені кез келген адамның бақытты болуға қақысы бар. Тек оған апарар жол әркімде әртүрлі. Жамал мен Рысбек Исабековтардың отасқандарына 10 жыл болды. Рысбекпен кездескен сәтте Жамал 2 балалы жесір әйел еді. Рысбек әйелдің ғана жүрегін жаулап қойған жоқ. Оның 2 баласы Әмір мен Әнуарды да бауырына басты. Екі ұлдың әкесінің орнына әке болып, Жамалдың көңілінен шықты. Жамал осы уақытқа дейін жарсыз өмір сүру қиын болғанын енді түсінгендей болды.
Уақыт өтті, балалар да ер жетті. Әмір мектепті бітірген соң басқа қалаға барып, медициналық университетке түсті. Әнуар жоғарғы оқу орнына түсу үшін қызу дайындық үстінде. Себебі мектептің соңғы сыныбы ең маңызды кезең. Жамал балаларының саналы азамат, некесінің берік болғанын мақтан тұтатын. Рысбек екеуі өмірдің ыстығы мен суығын бірге көтеріп, қиын соқпақтарынан өтті. Бірақ үйіп отырған отбасында бір шикілік бар еді. Балам, сен ба? Апа, дәмді бірдеңе бар ма? Нан мен май жағып жей тұршы. Мен саған қазір жұмыртқа қуырып берейін. Ал Рысбек көкем қайда? Ол жаңа жүрген еді ғой. Жуынып жатқан болар мүмкін. Жуынып жатқан? Иә. Жарайды, онда мен кете берейін. Қайда, жұмыртқаны жеп кетсейші енді. Кешіп қаламын. Жарты сағатың бар ғой. Туй, үстеді ғой енді бұл да. Білмедім. Маған солай көрінді ме? Әлде шынымен Ануар Рысбекпен бірге отырып ас ішкісі келмеді ме? Әдетте ол мұндай қылық көрсеткен емес. Ал енді қашып кеткендей болды. Сабақтың басталуына біраз уақыт бар. Шынымды айтсам, балалар өскен сайын оларды түсіну де қиын. Мүмкін бұлай ойлағаным дұрыс болмас. Соңғы оқу жылы ғой. Дайындықтары да көп шығар. Біздің жүгірмек қайда? Ол кешкем деп шығып кетті ғой қай. Кешігем. Аш жүрем десе өзі білсін. Онысы дұрыс болмады. Таңғы асын ішкен жоқ қой. Қазіргі жастардың бәрі осылай асқазандарын құртады. Ол да солардың бірі ғой, уайымдама. Болмады әрине. Жамал үй шаруасымен айналысып кетті. Үй жинап, өз көңілін өзі басатын. Біраз уақыт өткен соң Жамалға шешесі Күліхан апай телефон соқты. Апа, қалайсың? Жақсымын. Ертеңмен жүрегім ауырып еді. Қазір тәуірмін. Дәріңді ішіп жүрсің бе? Иә, іштім. Мезгілмен ішпесең, дәрігер көмектеспейді деді ғой. Уақытында ішіп жүр. Мен уақытында ішемін. Өзің не бітіріп жатырсың? Үй жинап жатырмын. Екеуміз базарға барып келейікші. Азық түлік алсам ба деп ем. Сосын өзіңмен әңгімелесейін деп едім. Жарайды. Мен де үйде отырып жалқып кеттім. Онда сол жерде кездесейік. Жақсы, қазір келем. Екі әйел базарға барды. Жамал таңертең мазалаған ойын ұмытып та кетті. Бірақ базардан қайтып келе жатып, Күліхан апай қызына маңызды бір әңгімені бастады. Нені айтасың? Кеше Әнуар келіп маған өкпесін айтып кетті. Қатты қиналып жүргенін, тезірек мектеп бітірсе Астанаға кеткісі келетінін айтты. Не? Түсінбедім. Ондай әңгіме болған емес? Сен осы жайлы өзімен сөйлестің бе? Әрине сөйлескен жоқсың. Ол тура осылай деп айтты. Түсінбедім. Алматыда да университеттер толып жатыр ғой. Оның басқа қалаға кетем дегенін бірінші рет естіп тұрмын. Әрине ол сенің сүйікті Рысбегіңнің кесірінен. Оның қатысы қанша? Қатысы бар, мен білем. Апа, қанша жыл өтсе де өз айтқанынан қайтпайды екенсің. Сеніңше Рысбек топан судан басқаның бәріне кінәлі болғаны ма? Жоқ, мұнда бір шикілік бар. Менің жүрегім солай дейді. Жарайды. Мен Ануармен сөйлесіп, мән-жайдың бәрін анықтаймын. Керегі сол болса. Сөйлес. Жамал күйеуге тигелі мені тыңдауды қойды. Ал менің айтқаным қашан да тура келеді. Ал ол болса менің сөздеріме сенбей жүр. Бірақ Әнуардың Рысбекпен бір шаңырақтың астында тұрғысы келмейтінін мен білемін. Жамал болса осының бәрін көрсе де көрмегендей кейіп танытқаны мені қатты алаңдатады. Үйіне қайтып келе жатып, Әнуардың көлікжай сыртында балалармен тұрғанын көріп қалды. Жамал баласын шақырғысы келді. Бірақ жастардың не жайлы айтып тұрғандарын естіген әйел не істерін білмей қалды. Сонымен көңіл көтеру үшін әрқайсың бір қыздан еріп шығасыңдар ғой. Мен ананы әкелейін. Сенікі тез ақ екен. Сосын бөліп аласың дейді. Ең негізгісі ішімдік болады ғой. Сол үшін шығар. Артына қара. Қазір, екі.
Апа, аңдып тұрған не болды? Достарым алдында масқара болып қалдым ғой. Аңдып тұрған жоқ па? Аңдығандай болдым. Солай болып қалды. Ештеңе етпейді. Ішімдік туралы әңгімелер не, а? Мам, енді жай. Сен әлі кәмелетке толған жоқсың. Ішімдік деген не сұмдық, а? Сабақтан кейін көңіл көтергенде тұрған не бар? Ішімдік дейді ғой. Ол қайдағы ішімдік? Жай пиво ғой. Анам осы болмайтын нәрсеге уайымдайды. Онсыз да бір тесттен кейін екінші тест. Әбден шаршадым. Қазіргі жастардың өздерін ерте ересекпіз деп сезінетінін түсінемін. Сөйтсе де, мен олардың ішімдік ішетіндеріне қарсымын. Ануарға да соны айтамын. Бірақ Ануар мені тыңдағысы келмейді. Қобалжығаным соншалықты. Ануар, сенің үйден кетем деген ойың рас па? Деп сұрау есімнен де шығып кетіпті. Жамал мен Әнуар үйге бірге келді. Жамал әңгімені неден бастарын білмей ұзақ ойланды. Шешесі ұлынан мектепті аяқтаған соң оның қайда, неліктен кеткісі келетіндігін білгісі келген еді. Тағы да аңдуға келдің ба? Ануар, болды енді. Сен іздеген себебім басқа жағдай туралы сөйлесейін деп едім. Не туралы? Сен мектепті бітірген соң үйден кетпекші. Алло? Апа? Қал жағдайың қалай? Бәрі де жақсы, Ануар серуендеп кеткен. Апа, сен мен Ануар туралы сөйлесейін деп едім. Мүмкін екеуміз кездесіп, серуендеп қайтармыз. Жарайды. Менің де саған айтар әңгімем бар. Бірақ ол телефон арқылы айтылатын әңгіме емес. Серуендемей қояйықшы, сен өзің келші маған. Жарайды онда. Жамал тез жиналып, анасымен кездесуге асықты. Жүрегі бір жамандықты сезгендей болды. Бірақ ол ойын ысырып тастады. Қазір оның бар мақсаты баласын үйге қайтару еді. Осы әңгімені саған айтсам ба айтпасам ба деп көп ойландым. Не де болса айтайыншы. О не дегенің? Жұмбақтамай айтсаңшы енді. Анау сенің Рысбегің баланың намысына әбден тиіп бітті ғой. Оны бір жаққа демалуға жібермек түгілі, оның ісіне араласатын болды. Міне нәтижесі. Осының бәрін Ануар айтып жүр ме сізге? Жоқ, мен өзім білем, әзірге соқыр емеспін ғой. Той, апа, тағы да бастадың ба? Бастадың. Анау сенің Рысбегің Әнуарды жолдастарының алдында, мұғалімінің алдында ұятқа қалдырыпты. Тоқта, мұғалім деген несі? Мен бір әңгіме естідім. Сосын? Әнуар телефон арқылы біреуге осы Рысбектің кесірінен мұғалім оның бағасын босқа төмендетіп атқаны жайлы айтты. Осы сенің күйеусімағыңның бүлдірмейтіні жоқ. Бәрі соның кесірінен. Той, не деген сұмдыға? Айттым ғой мен саған. Жамал Әнуардың келуін күтті. Басқаша оның бетін ашу мүмкін емес еді. Әнуар әжесінің үйінде оны анасы күтіп отыратынына күмәнданбады. Сондықтан ол бұл кездесуден қорыққан еді. Балам, тоқта, қашпа, келе ғой жаным, кел. Ануар, болды жетер енді. Балам, үйге қайта қойшы. Маған осы жер ұнайды. Ол не дегенің, балам? Апаң барлығын айтты ғой. Қарлығашпен проблемаң бар ғой. Оны өзім шешемін, саған айттым ғой. Рысбектің не қатысы бар бұл жерде? Қатысы жоқ, ол туралы сөйлескім келмейді. Үйге де бармаймын. Ол не дегенің, балам? Апа, сен шынымен Рысбекті сүйесің бе? Иә. Ал онымен бақыттысың ба? Бақыттымын. Неге сұрадың сен? Мен әшейін білейін деп едім. Рысбекке бірдеме болып қалды ма? Жоқ, ештеңе болған жоқ. Үйге бармаймын. Неге екенін сұрамай-ақ қой, болды. Сабақ оқу керек. Мен анамды өте қатты жақсы көремін. Ол көп қиындықты басынан өткізді, көрмеген жоқ. Сондықтан ол үшін отбасынан артық ештеңе жоқ екенін түсінемін. Бірақ мен не істерімді білмеймін. Егер оған бар шындықты айтатын болсам, ол шындық оны бақытсыз етері анық. Мен анамның бақытты болғанын қалаймын. Бірақ бұдан әрі өтірік айта алмаймын. Жамал бұл жайдың шырмалып жатқанын көріп, күйеуінен бар шындықты біліп аламын деген сеніммен Рысбектің жұмысына асықты. Рысбек, бізге сөйлесіп керек. Не болды? Мен Ануармен сөйлестім. Не болып қапты енді?
Ол бірдеңені жасырады менен. Соны сұрауға келдім сенен. Не болды? Кешке сөйлесуге болмай ма? Мен жұмыста отырмын ғой. Үйге барғандан кейін де жалғастырайық сол әңгімені. Жоқ, болмайды. Бұл өте маңызды. Мен шешеммен кездестім. Бір пәлеге басым қалып десейші онда. Болды, сөзімді бөлме. Ол естіп қалыпты. Ануардың біреумен сөйлесіп жатқан. Мұғалімі Қарлығаш. Бағасын төмендетіп жатыр. Неге? Не үшін? Оны қайдан естіпті? Шешем біреумен сөйлесіп жатқанын естіп қойыпты. Соның барлығына сені кінәлі деп отыр. Осы дау-жанжалға сені араластырмай-ақ қояйыншы деп едім. Сөйтіп не болды? Ана Қарлығаш Әнуардың бағасын дұрыстаймын деп, одан ақша талап етіпті. Мен оны біліп қойдым да онымен ұрысып қалдым. Енді ол ерегісіп әдейі Әнуардың бағасын төмендетіп жүр. Не? Оның қандай хақысы бар еді? Бұл мәселені мен мұғалімдер кеңесіне шығарамын. Шағымданамын директорға. Бәрі орын-орнына келген сияқты. Рысбек мұны бұрын айтқанда, осыншама уайымдамас едім. Не Ануардың өзі айтып берсе де болатын еді ғой. Өздерінше құпия сақтаған түрлері. Бұған Рысбекті де кінәлауға дұрыс емес. Ол солай тәрбиеленген. Бәрі рет-ретімен болуы тиіс. Баға үшін ақша сұрағаны әлгі мұғалімнің тіпті сұмдық қой. Ануар да әкесіне сынмен қарайды. Олай болмайды ғой. Алло. Сәлем, Динара. Сәлем. Мен бәрін исламнан білдім. Не жайында? Әнуар туралы. Мен де бәрін білем. Білесің бе? Біле тұра жайық парақат тұрсың ба? Мен ойлағандай соншалықты ештеңе емес екен. Өздері реттейтін болды ғой. Сен де айтасың ау? Сенің күйеуің мұғаліммен көңілдес. Саған соншалықты ештеңе емес. Қалайша сонда? Не? Жамал мен Рысбек Исабековтардың отасқандарына 10 жыл болды. Жамал Рысбекпен кездескен сәтте екі балалы жесір әйел еді. Соңғы кездері ұлдар Әнуар Рысбектен қашқалақтайтын болды. Мұны Жамал байқап қалады. Баласының бірдеңені жасырып жүргенін түсінеді. Ұлы Әнуар мен өгей әкесі Рысбектің арасындағы жанжал өршіп кетеді. Кезекті бір даудан кейін Әнуар Рысбекті көргісі келмей, әжесінің үйіне кетіп қалады. Жамал Рысбектен болған жайды түсіндіріп беруін талап етеді. Күйеуі жақсы баға үшін ақша талап еткен мұғаліммен ұрсып қалғанын айтады. Рысбек бәрін өзі реттейтін болып уәде береді. Жамал енді отбасымда тыныштық орнады-ау деп отырғанда, күйеуінің Әнуардың мұғаліммен опасыздық жасағаны туралы хабар жетеді. Олай болуы мүмкін емес. Жоқ, маған ислам бәрін айтып берді. Ал оған Әнуар айтыпты. Бұл жалған емес, бұл шындық. Рысбектің олай істеуі мүмкін емес. Бұл шындық. Өзің ойлап қараш. Әнуар Рысбектен неге қашқалақтайды? Жамалдың қандай күйде екенін түсінемін. Менің күйеуім қайдағы бір мұғаліммен көзіме шөп салса, мен де солай қиналар едім ғой. Қарлығаш туралы өсек бекер болмады. Кім көрінгенге құрығын салатын болғаны ғой? Беті бүлк етпей опасыздық жасап отыр. Бұл не деген сұмдық? Жамал ойланбастан мектепке қарай тартты. Қаншалықты қиын болса да, шындықты білу керек болды. Жамал мектептің жанындағы көлік жай сыртында жиналған балалардың арасынан өзінің баласын байқап қалды. Ол Әнуарды дауыстап шақырды. Апа, саған не болды?